Сондықтан да осы алғашқы жаңағы 40 қасық суын тілектеріңізді айтып, әжелерінен бастаймыз. Денсаулығы мықты болсын, тақуа болсын. Әке шешесінің қызығын көрсесін, барлық туыстарымызға қызығын көрсесін, денсаулығы мықты болсын, ауырмасын. Аман, есен, мектебіне баратын тойына бірінші болып бәріміз де қатысайық. Әумин. Ya Allah'ım imanlı bala olsun. Әке шешесі аман болсын. Әумин. Ya Allah жер анамызға тыныштық беріп заманымыз тыныш болсын. Әумин. Үлкен азамат болсын. Ата мен апасының қолғанаты болсын. Әке шешесі аман болып, дендері сау болып, осы бала деп жүр ғой енді, баласы аман болып, үлкен жігіт болып, соның бір жасында тойында тойлайық. Соған нәсіп етсін. Allah tağala Amin. 41 diyorsun. Allah tağala Көз қуанышы болсын. Жасы ұзақ болсын. Ғұмырлы болсын. Сіздерге жемісін жегізсін. Балалар шыққан. Екі айдан шыққаннан кейін содан бірінші тіліне жазылмай шықсын. Намаз оқыған Адамы тез Намаз болсын. Биіктерден көрейік. Бірінші әке шешесі аман болсын. Одан кейінгі аталар мен апалар аман болсын. Әке шешесі ата апасының көз қуанышы, еліне елеулі, халқына қалаулы жігіт болсын. Иманды, саналы, білімді, зерек жігіт болсын. 8 қырлы, бір сырлы жігіт болсын. Артынан іні қарындастар. Дені сау үлкен азамат болсын. Жүрегінде иманы бар болсын. Ата-анасы аман есен болсын. Елінде елеулі, халқының қалаулы. Қазақстанның туын тік байрағын биікке апаратын жігіт болсын. Мен осы айлаға үлкен арыстан күміс Қытайдан келген дайының аузын ашып бағы жанған жігіт болсын. Мен барғанда Шешесінің ата-апасының мынаны аласың. бір бет құстар, міне біздің азамат әмір деген жігіт болсын. Мен қызығып жүрген саған бетті қойып көбесіздер алын сен менің мамамсың. Өзі себебі жоқ сол қайда сол атам бір күні көптеп көрген әкеп кетіп бара жатыр. Бәрімізге бірдей қызығын көрсетсін. Сол бәріміз Алла Тағала біздің әміріміз, жүрегінде барлық қуанышы, махаббаты, анасы мен әкесіне деген барлық қуанышқа толы жігіт болып, ел сыйлайтын азамат болсын. Дені сау, еш ауырмай, тек қана қуанышта шапқылап үлгілі оқушы, үлгілі азамат болсын. Алла Тағала бәріміздің сүйікті немеремізге, әжесінің, нағашы әжесінің, нағашы атасының, туған туысқандарды жалғайтын алтын көпір болып, жүрегі ақ қуанышқа желбіреп жүрген үлкен білімді азамат болсын. Амир баламыз саналы, салиқалы, Алланың сүйген білімді, зейінді, халқына қалаулы, елеулі азамат болсын. Ата-әжесінің жемісіміз бетке ұстап, ақылды ұлы бола берсін. Біздің жемісіміз. Гүлбаштың тілегін айтайын. Мектеп табалдырғын, балабақша табалдырғын, университетін табалдырғын аттап, бәрін ең жоғарғы красный дипломда бітірсін. Болашақпенен оқуға барып, шет тілін меңгерген үлкен азамат болып өссін. Өзінің артынан ерген, Алла бұйырған қарындастары, бауырларына үлкен аға болып үлгі болып жүрсін. Так, Амир, біріншіден денің сау болсын, екіншіден бақытты бол, үшіншіден ақшаң көп болсын. Үлкен азамат бол, мейірімді, денсаулық азамат, ержүрек бол. Бізді қуантып, Қуантып,